Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналым оқырмандары. Бүгін өріктен, яғни абрикостан өте дәмді болып шығатын варенье жасайтын боламыз. Ол үшін мен видеомды ауыстырмай, соңына үшін бақылаңыздар. Ең алдымен тазалап жуылған өрігімізді алып, ішіндегі сүйегінен босатып тазалап аламыз. Өрігімізді тазалап болған соң, оның үстінен 2 пиала шекерімізді, яғни қантымызды салып, 2 сағатқа бетін жауып қоямыз. Екі сағат уақыт өтті. Енді өрікті қайнату үшін ең алдымен сироп дайындап аламыз. Сиропты дайындау үшін бізге су және қант керек. 1,5 литр мұздай су құйдым. Оның үстіне 1 пиала қант салып, екеуін жақсылап қайнатып аламыз. Сиропымыз қайнап шықты. Енді қайнап шыққан дайын болған сироптың үстіне жаңағы қантта тұрған өрігімізді салып, жақсылап қайнатамыз. Өрікті қайнатқан кезде қозғап тұру керек міндетті түрде, болмаса астына қарай тартып, ыдысымызға жабысып қоюланып кетеді. Өрігіміз қайнап шықты, бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Дәміне қарай қантымызды саламыз. Мен бұл жерде 5 килограмм өрікке 2,5 килограммдай қант салдым. Енді осылай қозғап тұрамыз. Дәміне қарай өздеріңіз сала бересіздер. Егер өрік қышқыл болса, қантымыз көбірек кетеді. Осылай қозғап тұрып пісіреміз, болмаса асты жабысып қалады. Міне өрігіміз дайын болды. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер.